Баршаңызға сәлем, менің тоқымашылым екен YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда сіздерге өзімнің тоқыған тоқыма қолөнер бұйымдарымды көрсеткім келіп отыр. Осындай құлпынай прихваткілерін тұтыстағыш деп те айтады, тоқыған болатынмын. Мына түрінен және екінші осындай түрлерінен тоқыған болатынмын. Екі қабаттап тоқылады, қалың, тұтыстағыш деп те атасақ болады бұны деген. Өте әдемі, көрнекті, көлемі жағынан салыстырсақ почти бірдей. Шашқанда өте көрнекті болады. Және де мынадай ыссы шәйнек, құман, тағда ыссы ыдыстардың астына прихваткілер тоқығанмын. Қалың, бұлар қалың жіптен тоқыдым. Және осындай мынау жұқалау болып келеді, бірақ өте әдемі, көрнекті және үлкен. Бұл енді жаңа повязка қыздарымызға. Мынау тоқып жатқан повязкам. Бұны бітіру керек. Шаштарына әдемі қылып гүл тағып қойсақ болады. Мынадай носочки, следилер де бар. Бұл следилердің осы жердегінің барлығының менде тоқылу жолы бар. Енді мына қалташа, кішкентай шашуға арналған қалташалары келетін болсақ, мына жерінде бауы бар. Бұл бауын шешіп, ішіне конфет, жағы чупа-чупс, печенье, тағы не бар, тиын, мысалы, сондайлар салып шашсақ болады. Сондай идеямен тоқылған. Дәл осының екінші түрі бар. Мынадай қалташа шағындау қылып шашуға, тоқуға болады. Менің YouTube арнамда осы дүниялардың барлығының тоқылу жолы бар. Егер сізге ұнаса, үйреніп алыңыз. Менің видео бетіндегі инста парақшама жазылып қойыңыз. Мені қолдап кетіңіз. Менің арнама жазылып қойыңыз. Рахмет.